Қорғансыздар 50-ші бөлімі. Бүгінгі бөлімі қылмыстық топқа қатысты. Джимо өзінің өте үлкен қауіпті қылмысқа қатысты екенін де білмейді. Оған осылайша баскесерлер келеді. Кешегі қыз қайда? Оны қайда жасырдыңдар? Білмеймін, қашып кетті деп ақталып жатыр. Осы кезде мафияның бастығы сес көрсетті. Егер ол қызды тауып бермесеңдер, екеуіңді де тірі қалдырмаймын деп сес көрсетіп кетті. Джимо осы кезде ғана ұқты өте қауіпті баскесерлермен жүргенін. Алайда Дойгоны құтқарып үйіне апарған Дойгой барлығына өтірік айтты. Яғни Азизеге де менің ақшамды төлеген жоқты, сол үшін осындай жағдай болды деген секілді. Алайда ол қылмыскер топтары Дойгойды жезөкшелікпен айналысуға мәжбүр еткен әлі де білмеді. Ол құпияны аша алмады, айта алмады. Дебран өзі машинада отырып, ойланып отыр. Қайсысын таңдаймын? Мен Азизені сүйіп қалдым. Азизені таңдаймын. Бераға енді уақытта орын жоқ жүрегіме деген секілді осылайша Бераның қалын сұрады, бірақ Бераға Азизенің әкесі Якуз келіп тұр. Өйткені ол Бераға өте қатты ғашық. Осылайша ешкімнің көзіне түспей, Бераның бөлмесіне кіріп, Берамен сөйлесті. Мен сені құтқаруға келдім. Сен маған сен. Якуздар Дебранның әке-шешесі саған қастық қылуы мүмкін. Сенің өміріңді 2 апта бұрын-ақ алып тастайды. Сондықтан да тезірек дайындал, қашайық дейді. Жоқ дейді. Олай етпеймін. Дебран маған сөз берді деп өзін әлі де Дебранға маңыздылығы бар екен көрсетеді. Десе де Дебрандан ешқандай маңызы жоқ. Егер мен керек болсам деп, Якуз нөмерін тастап кетеді. Осыдан кейін Дебран ойланып Азизеге келіп, оған нақты Азизе керек екенін айтқысы келеді. Осылайша балдыздары қарсы алып, Дебран жезде үйге кіріңіз, көңілді. Ал мында Юсуп Зылихаға көзбен ұқсайды. Тезірек шық, кездесеміз дегендей. Ас үйде Дойгой мен Азизе сөйлесіп отырады. Яғни өзінің ұнатып қалған Азизе шет жағасын айтады. Осындай кезде Дебран келеді. Тағы да екеуі сөйлеседі. Азизе қатты жақсы көретін айтады. Кетейін десем, кете алмаймын, тұрайын десем, тағы да тұра алмаймын деген. Осылай белгісін бір-бірінен жақсы көретініне тағы да көздері арқылы, сезімдері арқылы көрсетіп қояды. Бірақ өзінің 3-ші адам екенін қаламайтын Азизе тағы да бас тартады. Ал мында әдеттегідей ұрыс жанжал. Нежла болса өз дүкенінен киімдерді алып жатыр. Яғни қасында Эрджан көңілдесі бар. Екеуі жалғыз қалған, және ақшалары жоқ, сол үшін де өзінің дүкеніндегі көйлек-көншектерді, аяқ киімдерді ұрлап қашуға дайындалып жатыр. Ал мында барлығы ертеңгі неке қиярды армандап, тіпті нағашысы қалай қайтып жылағанына дейін көрсетіп жатыр. Өте күлкілі осы Меликтің нағашысы. Осы кезде телефон соғып, дүкендерінде ұры жүрген айтады. Солайша барлығы ойбай, дүкенді ұрлап жатыр, дүкенге ұры түсті деп жүгіреді. Алайда ол жерден өзінің қарындасы Неджламен күйеу баласы Эрджанды көреді. Осылайша екеуін тағы да сабап кетеді. Әсіресе Эрджанның түгін қоймай ұрады. Арсыз, бетсіз, ұятсыз, бұл жүрістермен қалай жүрсіңдер менің дүкенімде? Кетіңдер, қазір мен сендерге көрсетемін. Осылай түгін қалдырмай ұрып соғады. Ал мында Зылиха мен Юсуп ұрсып жатады. Басты себебі Юсуп қатты қызғанады. Қызғанған соншалық Зылихаға неше түрлі ауыр сөздер айтады. Осы кезде Зылиха жылап кетіп, маған сен сияқты Джимо керек емес, сен екінші Джимоға ұқсайсың дейді. Ал Азиза ұрыстың ортасына түсіп, Дебранды да құтқарады. Өйткені Дебран мен осы көршісі ұрысып қалған. Осылайша екеуі тағы да кездеседі. Ал мында Бераға Дебран келеді. Мен сені сүймеймін, болды. Біздің арамыздағы бітті, бірақ мен барлығына көмектесемін дейді. Балаға да, өзіңе де. Содан кейін Дебранның анасы келеді. Жүр кеттік, біз УЗИ-ға түсеміз, сенің ішіндегі балаңды тексереміз дейді. Бірақ бұл сөзге шыдамай Бера қашып кетеді. Жалғасы бар.